Әбділмүтәліптің түсі. Арадан ұзақ жылдар өтті. Әбділмүтәліп Құрайш тайпасының басшысы болып тағайындалады. Жаздың аптап күндерінің бірінде Қағба маңындағы Хижр деген жерде көлеңкеде демалып жатып, көзі ілініп кетіп, түс көреді. Түсінде бір адам оған: «Тұр жылдам, тайбаны қас», деп бұйырады. «Тайба не?» деп сұрап үлгергенше әлгі адам ғайып болады. Оянған соң Әбділмүтәліп түсін неге жорын білмей дал болады. Тайбасы несі екен? Оны қазу керек дегені несі? Секілді сан сұраудың шырмауында қалады. Ертесіне тағы да сол жерде көз шырымын алмақ болады. Сол-ақ екен түсінде кешегі кісі: «Тұр, бәррені қас», деп мазалайды. «Бәрре не?» деген сауалы тағы да жауапсыз қалады. Үшінші күні дәл сол жерде жатып, сол түсті қайта көреді. Бұл жолы аян беруші: «Тұр, мәднүнені қас», дейді де жоқ боп кетеді. Әбділмүтәліп 3 күн қатарынан көрген түсінің астарындағы сырды шеше алмай әбден басы қатады. Өз ойымен әуре боп 4-ші күні сол жерге тағы да жантайы кетеді. Бұл жолы түсінде аян беруші: «Зәмзәмді қас», деп бұйырады. «Зәмзәм дегеніңіз не? Ол қайда?» деп бастырмалата жөнелген Әбділмүтәліп мынандай жауап естеді: «Зәмзәм еш бітпейтін, азаймайтын, түпсіз терең тұнық құдық. Қажылардың су мұқтаждығын сонымен өтерсің. Оның көзі Қағбада, құрбандыққа шалынған малдардың қаны төгілген жер мен терілері көмілген жердің арасында. Сол 2 араны ден қойып қадағала. Күндердің күнінде Алла қанатты бір қарға сол жерді шұқығанын көресің. Сол маңда құмырсқа иілеуі де бар». Әбділмүтәліп үлкен бір іс тындырғандай боп оянады. Қуанышы қойнына сыймайды. Зәмзәм құдығы жөніндегі бірталай әңгімені бұрында көп естіген, бірақ оның орнын нақты білетін ешкім болмаған соң сол күйі ұмтыла бастағанды. Ертеректе Меккені жау шапқанда жергілікті халық Қағбаның бар байлығын Зәмзәм құдығына тастай қашқан. Сол заманнан бері Зәмзәмнің аты барда, заты жоқ боп қалған. Әбділмүтәліп Зәмзәмнің көзін тауып ашу міндеті өзіне жүктелгенін іштей түйсінгенді. Уақыт оздырып жатпастан белгі берілген жерге келді. Дәл сол сәтте ала қанатты қарғаның көктен құлдилай келіп қонғанын, тұмсығымен бір жерді шұқып қайта ұшып кеткенін көреді. Ұзақ жылдар бойы құпия боп ұмытылған тіршілік көзін тауып, көпшілік қажетіне ұсыну бақытына ие болған Әбділмүтәліп балаша қуанады. Құдықты қайта қазуға асыққанмен бір аладан басқа өзіне ғана мәлім құпияны жан баласына сездіргісі келмейді. Ертесіне жан дегенде жалғыз ұлы Харисті қасына ертіп белгіленген жерге барады да қаза бастайды. Біраз қазған соң дөңгелек пішінді құдықтың аузы тастан өрілген қабырғасы көріне бастайды. Әбділмүтәліп өз көзіне өзі сенбейді. Әбділмүтәліптің әрбір қимылын көзден таза қылмай бақылаумен болған Құрайшықтар да әубаста аса мән бермегенмен, жеме-жемге келгенде қарап қала алмай ақсақалдарына хабар бергізеді. Құрайштың үлкендері құдық қазылып жатқан жерге келіп: «Әй Әбділмүтәліп, бұл біздің атамыз Исмайылдың құдығы. Мұнда біздің де үлесіміз бар. Бұл іске бізде ортақ болайық, жұмыла көтерейік», дейді Әбділмүтәліп. «Бұл шаруаға ешкімді де араластыра алмаймын. Өйткені бұл міндет тікелей өзіме жүктелді», деп келіспейді. Әрине, оның бұл жауабы Құрайш ақсақалдарына ұнамайды. Араларынан Әди ибн Науфал суырылып шығып: «Сен кіміңе сеніп бізбен салғыласасың? Жалғыз ұлыңнан басқа тігерге тұяғың жоқ екенін ұмыттың ба?» дейді.
Оның сөздеріне ызаланған Әбділмүтәліп: «Сен немене, менің жалғыздығымды бетіме басқың келе ме?» деп ашуға булығып бір сәтке үнсіз қалады да көкке алақанын жайып: «Уа құдіретті күшті Аллам, мені жарылқап 10 ұл берер болсаң, біреуін дәл осы Қағбаның жанында сенің жолыңа құрбан етерем. Антым осы», деп айтып салады. Оқиға мұнымен бітпесі айтпаса да түсініктеді. Жағдайлары шиеленісе түсті. Ел ішін алауыздық жайлады. Әбділмүтәліп құдық қазуды уақытша доғарып қойып, мәселені шешуді хакімге тапсыруға ұсыныс жасайды. Оның бұл ұсынысы қабыл болып, Шамда тұратын Сағд ибн Хузейм есімді хакім таңдалады. Қасында әкесі мен туыс ағаларын ертіп, бір топ құрайыштықтармен бірге Әбділмүтәліп Шамды бетке алып жолға шығады. Жолдың ортасында келгенде бұлардың ауыз суы таусылып, аптап сахарада үлкен қиындыққа ұшырайды. Шетсіз, шексіз шөл далада су іздеу сағымның соңынан жүгіргенмен бірдей екенін білетін Әбділмүтәліп, оның ағайындары құрайыштықтардан жәрдем сұрауға мәжбүр болады. «Суымыз өзімізге ғана жетеді» деген қатал жауаптан соң бұлар тіпті сасады. Әбділмүтәліп ұшы қиырсыз шөлде тұрғандықтарына қарамастан су іздемекке белін бекем буады. Ішкі жаны айқайы іздесең табасың дейтіндей болады да тұрады. Сол сезімнің жетегіне еріп, байыз таппаған ол түйесінің жатқан жеріне келеді. Түйесін айт шүйлеп тұрғызған сәтте өз көзіне өзі сенбейді. Жануардың аяғының түбінен жылт-жылт еткен суды көреді. Қуаныштары қойнына сыймаған олар аяқ астынан қауқылдасып мәз болсады. Әбділмүтәліп су көзін қылышының ұшымен кеңейтіп ашқан сайын су молая түседі. Бір жұтым суды қимаған құрайыштықтар да бұл оқиғаға таң қалысады. Әбділмүтәліп пен оның жолдастары мөп-мөлдір судан айыздары қанғанша ішіп, жануарларын да суарып мәре-сәре болады. Сонан соң құрайыштықтарға қарап: «Келіңдер, сендердікі не тұрыс? Жаратқан бізге су берді. Қанып ішіңдер, көліктеріңді суарыңдар», деп айқайлайды. Құрайыштықтар аң-таң боп қысыла, қымсына жақындап, суық судан рақаттанып ішіп, түйелерін суарып, ыдыстарындағы ескі суларын төгіп, жаңалап алады. Мұнан соң өз қателерін түсінген олар әп-сәтте өзгеріп сала береді. «Ей Әбділмүтәліп, саған тағар күнәміз, артар айыбымыз жоқ. Мұнан былай Зәмзәмді қазуға тек сен лайықтысың. Еш таласымыз жоқ. Хакімге де бармай-ақ қояйық», деді олар өкінген кейіппен. Сөйтіп, олар хакімге бармастан жарты жолдан Меккеге қайтып оралады. Меккеге келген соң Әбділмүтәліп ұлы Хариспен бірге Зәмзәмді қазып, аз ғана уақыт ішінде халықтың қызметіне ұсынады. Ол кезде Әбділмүтәліп нағыз қамал алар шағында. Арадан зулап 30 жыл өте шығады. Алланың құдіретімен Әбділмүтәліптің ұлдарының саны 10-ға жетеді. Қартайған Әбділмүтәліптің ойына мұнан көп жыл бұрын Аллаға берген анты оралады. Серті бойынша ұлдарының бірін Қағбада құрбандыққа шалуы ләзімді. Ұлдарының қай-қайсысы да ақылына көркі сай, бірінен бірі өткен айбарлы да ажарлы боп өсіп келе жатады. Әсіресе 10 ұлдың 8-шісі Абдулла ерекше еді. Тән сұлулығында да, жан сұлулығында да басқа бауырларынан өзгешілігімен мұндайлайтын. Өйткені дүниеге келген сәтінде әкесінің маңдайындағы аманат нұр соның маңдайына көшкен болатын. Осы нұр бет әлпетін ерекше
ажарландырып сүйкімді ете түсетін. Алайда ешкім бұл әдеміліктің сырын білмейтін. Әбділмүтәліптің ұлдарымен арасында болған әңгіме. Әбділмүтәліптің ұлдары зіңгіттей жігіт болып ер жетеді. Аллаға берген антына адал болуды көксеген әке балаларының басын қосып, өткен өмірінен сыр шертеді. Қиында болса, бауыр етіндей баласының біреуін құрбан ету қажеттігін баяндайды. Тәрбиелі ұлдардың ешбірі әкелеріне қарсы келместен, мәселенің мән жайына қаныққан соң бұл іске разы болады. Кімді құрбан ету жайын қалай шешеміз, не істеу керек деп сұрайды балалары. Әбділмүтәліп көп ойланбастан әрқайсың бірер оқтарының үстіне аттарыңды жазып маған беріңдер дейді. Ұлдар әке сөзін екі етпестен оқшантайларынан бір-бір оқ суырып үстіне есімдерін жазып әкелеріне ұстатады. Әбділмүтәліп оқтарды ала салысымен қағбаны бетке алып жүріп кетеді. Әбділмүтәліп қағбаның қасына барғанша айналасына қалың көпшілік жиналып үлгерді. Жұрттың көзінен көкейіндегі ойды, таңғалысты байқамау мүмкін емес еді. Аллаға берген сөзінде тұру үшін Әбділмүтәліп ойланып жатпастан оқтарды жеребе тастаушыға ұсынды. Әрбір оқтан 10 ұлының әрбіреуінің есімі жазулы. Жеребені тастаушы қай оқты суырып алса да, Әбділмүтәліптің ет жүрегі езілері шындық еді. Өз қолыңмен өз балаңды құрбан ету дүниедегі ең ауыр сезім, ең қиын іс болса да керекті. Қызметкер бір оқты суырып алды. Даусы жарық шықтана Абдулла деді. Мейірімді әке өз құлағына өзі сенгісі келмеді. Оқты жеребешінің қолынан көз ілеспес жылдамдықпен суырып алып, мұқият жазуды оқып шықты. Абдулла. Көзі жасаурап, даусы дірілдеді. Ішін аласапыран бір сезім кернеді. Сол сәтте жоқ, мүмкін емес деп айқайлап жібере жаздады. Алайда тез бойын тіктеп, Аллаға берген сертін есіне алып, жігерін жаныды. Мейірімін табандылығына жеңдірді. Ұлына қарап: ұлым Абдулла, Алла өзінің жолына құрбан етуге сені таңдады. Кез келгенге бұйыра бермейтін осындай құрметке 9 бауырының ішінде сені лайық көрді, деді. Жиналған көпшілікте сапырылысып, дабырласып кетті. Қалайша Абдулла, қалай ғана көз қиып құрбан етілмекші? Әбділмүтәліп ет жүрегі езіліп тұрса да, ішін өртеген алай-дүлей сезімді тежей білді. Жанындай жақсы көретін ұлы Абдулланың қолынан ұстап жеңін түрді. Абдулла еш қарсылық көрсетпестен айналасына қайраттана қарады. Сол сәтте ол құтты ұлы бабасы Әзірет Исмайылдың тағдырға шын мойынсұнғандық қасиетін паш етіп тұрғандай еді. Ибрахим пайғамбардың баласы Исмайылдың құрбандыққа шалмақ болғанда, шешуші мезетте көктен Алла тарапынан құрбандық қошқардың түсірілуі сәтіндегідей жүзінен титтей де қарсылық, наразылық сезілмеді. Әбділмүтәліп бір қолмен жалт-жұлт еткен өткір пышақты екінші қолмен баласының білегін ұстап тұрды. Құрбандық дайындығы бітті. Сол мезетте көпшілік арасынан айбарлы дауыс естілді. Құрайыштың ел басқарған тектілері келіп жеткенді. Ей Әбділмүтәліп, не істемек ойың бар? Деді біреуі. Әбділмүтәліп нұр жүзді ұлына көзін қадай тұрып,
ұлымды жаратқанның жолына құрбандыққа шаламын, деді. Жиналған жұрт тағы да жан-жақтан дабырлай сөйлеп кетті. Ей Әбділмүтәліп, мұның не? Сен Меккенің басшыларының бірісің. Сен бұлай істесең, ертеңгі күні жұрттың бәрі сенің істегеніңді қайталайды ғой. Әркім баласын құрбан ете берсе, ұрпағымыз қалай өсіп өнбек? Мұны ойландың ба? Наразылық кейіс білдіргендер ұзақ шулап тынышталмай қойды. Жиналғандардың бәрі Әбділмүтәліптің әрекетіне қарсылық білдірді. Әбділмүтәліптің ішкі сезімдері де бұл амалына наразы еді. Тек табандылығы, алған бетінен қайтпайтын қайсарлығы, сөзіндегі тұрақтылығы оны жақтай түсті. Жаратқан Аллаға ант еткендіктен оны орындаудан басқа шарасы жоқ еді. Өйткені Тәңір оның тілегін қабыл етіп, 10 ұлды болғанды. Солардың біреуін Алла жолына құрбан қылмаса, жақсылыққа қанағат етпеген боп шығар еді. Осылайша жұрт абдырап тұрғанда ортаға Абдулланың нағашы ағасы Абдулла ибн Мұғира шықты. Ей Әбділмүтәліп, деді ол гүрілдеген даусымен, жаратқаннан ерекше жарлық келмеген болса, құрбан ете алмайсың оны. Баланы аман алып қалу үшін бар мал-мүлкімізді беруге әзірміз. Әбділмүтәліптің де әкелік мейірімі тілге келгендей, Мұғираның ойымен келіскендей сыңай танытты. Сонда да болса, қайсарлығы алған бетінен қайтпауға шақырып бақты. Құрайыштықтар мен қалған 9 ұлы Әбділмүтәліпке әбден жалбарынса да, оны көндіре алмаған соң, мынандай бір ұсыныс айтылды. Ей Әбділмүтәліп, олай болса, Абдулланы алып Шамға бар, сонда бір білгір әйел бар, соған жолық. Басына қиындық туған жұрт ат артып, шартараптан әлгі әйелге баратын. Соның кеңесін тыңдап, қауіп қатерден құтылатын көрінеді. Саған да көмектесер, дейді. Әбділмүтәліп бұл айтылғанды құбалады. Абдулланы ертіп Шамға сапар шегеді. Мадинаға келгенде бұл білгір әйелдің Хайбарда екенін естиді де, солай қарай жол тартады. Аррафа есімді білгірмен кездесіп, бар болған жағдайды бүге шегесіне дейін ақтарып, одан жәрдем сұрайды. Әйел Әбділмүтәліптен, сендердің дәстүрлерің бойынша бір адамның құны неге тең? Деп сұрайды. 10 түйеге, дейді Әбділмүтәліп. Олай болса, еліңе барып 10 түйе дайында. Сол түйені айдап, ұлыңды жаныңа ертіп, жеребе тартқан алаңға қайтып барыңдар. Жануарлар мен ұлыңның екі арасында тұрып, тағы да оқтармен жеребе тартыңдар. Жеребе балаңа шықса, қашан түйелерге түскенге дейін қайта-қайта тастай бер. Балаға шыққан сайын түйелердің санын 10-ға арттырып отыр. Ақыры түйелерге түскен кезде оларды сол жерден бауыздап құрбан етіңдер. Осылайша әрі Раббыңның ырзалығын аларсың, әрі балаңды құтқарып қаларсың. Бұл білгір әйелдің ақылына разы болған Әбділмүтәліптің қуанышында шек болмайды. Уақыт оздырмай Меккеге оралады. Әбділмүтәліптің отбасы да, Мекке халқы да сүйіншілі хабарға қатты қуанады. Ертеңіне Әбділмүтәліп Абдулласын ертіп, 10 түйесін алдына салып, Қағбаға келеді. Әйелдің айтқанын бұл жұтпай орындайды. Әбділмүтәліп жеребе тастаушыға ал баста деп бұйырады. Жеребе Абдуллаға шығады. Түйе саны 20-ға жетеді. Тағы да тастағанда құрбандық түйелер 30-ға шығады. Келесінде де, одан кейін де тағы 4 рет Абдуллаға түседі. Әбділмүтәліп
сасқалақтап әбден абыржиды. Жеребе тасталған сайын қолын көкке созып бата қылумен, дұға етіп жалбарынумен болады. Ақыры түйелердің саны 100-ге жеткенде барып жеребе түйелерге шығады. Жиналған жұрт қуаныштан жылап та жібереді. Әсіресе әкенің қуанышы ерекше еді. Бірақ сонда да сенімді болу үшін, Алланың алдындағы адалдығын сақтап қалу үшін, байсалды қалпынан танбастан 3 рет тағы да тастайық. Сеніміміз нақты болсын, ішімізде күмән қалмасын, дейді. Жеребе 3 рет қайта тасталады. Үшеуінде де халықтың қуана айқайлаған естіледі. Әбділмүтәліп те «Уа құдірет!» деп дауыстап тізесін бүгіп дұға етеді. Сөйтіп Абдулла құрбандықтан құтқарылады. Сүйікті ұлы үшін барын беруге әзір әке 100 түйені Сафа мен Мәруа төбелері арасына айдап апарып құрбан етуге бұйырады. Бұйрық сол сәтте орындалады. Сол күннен бастап бір адамның құны Құрайыштар мен арабтар арасында 100 түйе болып белгіленеді. Кейіннен Мұхаммед пайғамбар да саллаллаху алейхи уассалам бұған қарсы келмеген.